Президент Біріккен Ұлттар ұйымының мінберінен сөйлеген сөзінде бас ассамблеяның 80-ші отырысын тарихи кездесу деп атап өтті. Және бұл кездесу ұйымның ілгері қағидаттары мен мақсаттарын сақтауға мемлекеттердің қаншалықты бейіл екенін дәлелдейтін мүмкіндік екеніне тоқталды. Дегенмен әлем елдер арасында көп жақты институттарға деген сенімнің дағдарысқа ұшырағанын сөз етті. Оның айтуынша халықаралық құқықты өрескел бұзу қалыпты жағдайға айналды. Осы орайда кей аймақтарда геосаяси ахуал ушығып тұрғанын да мысалға келтірді. Президент сөзінің салмағын бағамдап, тақырыпты тарқату үшін студияға саяси сарапшы Жандар Асан мырза келіп отыр. Жандар мырза, қайырлы таң, студияға қош келдіңіз. Мемлекет басшысы Біріккен Ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 80-ші сессиясында жалпы дебатында ақиқатқа тура қарауға шақырды. Президент бұл сөз арқылы қай бағытты меңзетті деп ойлайсыз? Біріккен Ұлттар ұйымының 80 жылдық осы мерейтойлық дебатында, саммитінде жалпы әлемдегі қазіргі күрделі шиеленісті мәселелер ортаға салынып, жан-жақты сарапталды. Жалпы ел президенті осы жаһандық саммитте ақиқатқа тура қарау керек. Жалпы қазіргі кездегі, қазіргі алмағайып уақытта осы Біріккен Ұлттар ұйымының, соның ішіндегі осы жаһандық қауымдастықтың атқаратын рөлімен алдағы бағыт-бағдар турасында бір салиқалы, сондай сарапты ойларын білдірді. Нақты бір даму стратегиясында ортаға салды десек артық айтқандық емес. Жалпы ақиқатқа тура қарау керек деген сөздің тапсырылатын болсақ, жалпы біріншіден мемлекет басшысы өз сөзінде осы қазіргі мынау геосаяси ахуал күрделеніп, көптеген осы әлемнің ыстық нүктелері пайда бола бастаған кезеңде осы жаһандық ұйымның атқаратын рөлі, оның маңызы, оның жаңағы осы әлемдік бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтаудағы орнын айқындады. Жалпы мынау қазір осы орта ірі державалар осы әлемдегі осы күрделі мәселелерді одан әрмен ушықтыруда, жалпы өзара мәмілеге келуде қандай да бір сұрақтар туындап отыр. Ал орта державалар соның ішінде осы бейбітшілікті сақтауда, әлемдегі тұрақтылықты орнатуда өзіндік бір орны мен рөлі болуы тиіс дегенді меңзеп отыр президент. Жалпы сонымен қатар осы мынау осы Біріккен Ұлттар ұйымының жалпы осы әлемдегі бейбітшілікті сақтаудағы, тұрақтылықты сақтаудағы орнына, рөліне қазіргі таңда әлемнің миллиардтаған, миллиондаған адамдар көз тігіп отыр. Бұл бекер емес. Қазір осы мынау елдер мен елдер арасындағы, алпауыттар мен державалар арасындағы жаңағы арағайындық қатынастарды сақтауда, сондай бір татулыққа келтіруде, қандай да бір диалог орнатуда осы Біріккен Ұлттар ұйымының атқаратын рөлі алдағы уақытта да, кешегі күнде де, бүгінде де, болашақта да өзінің маңызы мен міндетін жоймақ емес. Бас ассамблея төрағасы Анна-Лена Бербок те айтты, диалог пен дипломатияның үйі қазір жөндеуді қажет етеді деп, біз реформаға зәруміз деп айтты. Жалпы Біріккен Ұлттар ұйымының беделін көтеру үшін алдағы уақытта қандай шаралар қабылданады, не істеу керек деп ойлайсыз? Бұл турасында жаңағы Біріккен Ұлттар ұйымының жаңа бас хатшысы атап өтті. Сонымен қатар мемлекет басшысының баяндамасының негізгі тезистерінде осы Біріккен Ұлттар ұйымының реформалауы, соның арасында стратегиялық тұрғыдан ұйымның рөлі мен жаңағы жаңа архитектурасын қалыптастыруға маңыз берді. Бұл бекер емес, себебі осы құрылғанына осы 80 жылдан астам уақыт өткен, сонау екінші дүниежүзілік соғыс, одан берімді қырғи қабақ соғыс, сонымен қатар тағы да осы адамзат тарихындағы көптеген аумалы төкпелі кезеңдерді бастан өткерген ұйым қазіргі кезде осы әлемде қалыптасқан жаңа бір тұрақтылықты, сонымен қатар мынау өзара жаңағы алпауыттар арасындағы шиеленісті қалыптастыруда жаңа бір прогрессивті, жаңа бір сондай бір соны тың бағытты қалыптастыруды міндеттеп отыр. Бұл туралы ел президенті өз сөзінде де атап өтті. Атап айтар болсақ, мынау жаңаша ойлайтын, белгілі бір пікір аясында топтасқан жаңа бір сондай бір адамдардың пікір мүдделестердің басын қосып, ұйымның жаңа бір стратегиясын, жаңа бір осы жаңа мыңжылдықтағы бір тың бағытын алдағы уақытта құру қажеттігін айтты. Сонымен бірге мынау Орта Азиядағы Ауғанстан мәселесі өте бір күрделі мәселе. Осыны меңзей келе
мына Орта Алматы қаласында жуырда Орта Азия және Ауғанстанның жаңағы тұрақты дамуын қамтамасыз ететін Біріккен Ұлттар ұйымының тұрақты даму орталығы ашылды. Бұл өз кезегінде Қазақстанға осы аймақтағы геосаяси мәселелерді орнықты шешуге біріншіден, екіншіден мына Ауғанстан сияқты осы бір мәселе мемлекеттердің одан әрмен қарай дамуына серпін беретін және де осы Қазақстанның аймақтағы бір рөлі мен маңызын айқындайтын сондай бір орталықты құруды да атап өтті. Сонымен қатар осы ретте атап өтетін дағы бір дүние, осы біздің Қазақстан сияқты орта державалар осы әлемдегі мынау көптеген осы мемлекеттік саяси мәселелерді шешуде рөлі мен басым бағытын атқаруға президент те өз сөзінде атап өткен ләзім. Жасанды интеллектке президент үлкен көңіл бөледі, халыққа жолдауында да айтты, Біріккен Ұлттар ұйымында сөйлеген сөзінде де бұны қадап айтты. Егер барлық мемлекеттер бірлесіп дамытпаса, болашақта да бұл теңсіздікке әкелуі мүмкін деп. Осы жайында ойыңызды білсек. Жасанды интеллект мәселесі біздің ұлттық стратегиямыздың белгілі бір бағытын айналып отыр қазіргі кезде. Цифрландыру мәселесін қоса айту керек. Осы президенттің биылғы халыққа арналған жолдауында мынау жаңадан ведомстволық министрліктің құрылуы және де мынау жасанды интеллект мәселесіне үлкен маңыз беруі, бұл біздің еліміздің осы таяу арада жарқын болашақта қай қарқында дамуымызға, қай бағытта жаңағы назар аударуымызға басты мәселені аударып отыр. Біріккен Ұлттар ұйымының саммитіндегі дебатта сөйлеген сөзінде президент жасанды интеллекттің осы елдер дамуына мемлекеттің осы жаңа қарқында бағытталуының қаншалықты маңызы мен мәні барлығын атап өтті. Соның ішінде мынау Қазақстанның осы бағытта қандай жұмыстар атқарылып жатқанына назар аударды. Жалпы алған кезде жасанды интеллект нарығы осы 2025 жылы әлемдік нарықтың 8,7 триллион ақш долларын құрап отыр. Бұл үлкен сома, былай қарасаңыз. Демек, біздегі осы қаражаттың бөлінуі және де мынау әлемдік жаңағы нарықтың қомақты бір сомасын алып отыруы біздің мемлекет осы жасанды интеллекттің мемлекет дамуындағы айрықша бір рөлін атап өтеді. Сондықтан да мынау әсіресе болашақта жасанды интеллект саласы мынау білім беру бағытына, сонымен қатар халықтық тұрмыстық қызмет көрсету бағытына, мемлекеттік қызмет көрсету бағыттарына жасанды интеллекттің енгізуінің маңызы зор. Бұдан бөлек мынау тағы да бір ата кетерлік дүние, жасанды интеллект саласы медиа нарыққа да үлкен жаңағы серпін беріп жатыр. Тағы да бір ескере кететіндер жасанды интеллекттің мынау пайдасымен қатар зарарды, зардабы да көп. Соның адамзат, жалпы отандастарымыз, ел азаматтары жасанды интеллект саласының енгізілуімен қатар жаңағы ақпараттың шынайылығы қайсы, рас өтірігі қайсы, оған да назар аударған абзал деп ойлаймыз. Енді болашақта теңсіздік болмау үшін барлық әлем елдері бірігіп осыны жасанды интеллектті дамытуға шақырып отыр. Президент Жандар мырза, рахмет студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге. Құрметті көрермен, бізде студияда қонақта болған сарапшы Жандар Асан. Жалғастырамыз.